Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қоғамдық коммуникация орталығының жұмбақ жайлап аңыз өрген Маңғыстауға саяхат бағдарламасының кезекті саны. Бүгін біз сіздермен Айрақты шатқалына саяхат жасайтын боламыз. Бұл шатқалды кейде сарайлар деп те атайды, өйткені пішіні жағынан және биіктігі жағынан нағыз сарайларды еске түсіреді. Және көптеген аңыздар да таралған. Сіздермен бірге мен Құралай Алтынбекқызы алдағы уақытта осы аңыздармен бөлісетін боламын. Айрақты Маңғыстау ауданындағы Шетпе ауылының солтүстік батыс жағында орналасқан Иір ойындағы оқшау тау. Айрақтының үсті тегіс, жан-жағы тік құлама жарлар. Сондықтан оны алғаш көрген адам қамалға ұқсатады. Тау айтарлықтай биік емес, алайда оның ұзақтығы 20 шақырым. Байланысты екі түрлі нұсқа бар. Біріншісі, тау таға тәрізді айрық болғандықтан атауы да судан шыққан десе, екіншісі, көне түрікмен тілінде айрақ арқар дегенді білдіреді. Тау жергілікті халық арасында Айрақты Шоманай деп те аталады. Маңғыстауда Айрақты тауы екі жерде кездеседі. Бірі үстіртте болса, бірі осы Маңғыстау ауданындағы тау. Тарихшылардың айтуынша, осы маңда 1931 жылға дейін Айрақты таумен аттас елді мекен болған. Сондай-ақ Қазан төңкерісіне дейін Айрақтыдан Қарақалпақстандағы Қоңырат қаласында тұрақты сауда керуені қатынап тұрған деседі. Таудың биіктігі 148 метр, жалпы Айрақты биіктігімен емес, ерекше пішінімен таңғалдырады. Сондай-ақ елімізде ірі ас тұзы және мирабилит тұздардың кен орны ретінде белгілі жер. 1851 жылы Украина ақыны суретші Тарас Шевченко мен поляк суретшісі Залесский келіп таудың суретін салған. Құрметті қоғамдық коммуникация орталығының көрермендері, осымен біздің қызыққа толы саяхатымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.